Nısanağa tiyip koydun er jebesi, kızıl tilim әсем жырды зерделеші. Алатаудың ақшыңдары күә болса, аянып қалам неге елден осы. Желтоқсанның қырғынынан еш жимаған, Алатаудың сырға толы әр төбесі. Қызғалдақтай қыздарың қанын төкпей, кеңестің өзгерер мед әңгімесі. Рухты ұлдарыңның арқасында қазақтың қазақ қана бол дегесі. Қазақ әдебиетінің мерей өсіп, бүгінде домалауда өрге көші. Тойына сәлем жолдап сыр елінің, арқаланып келді жырдың әңкемесі. Еңселі егеменді елім барда, шығатын ұлтымыздың бар белесі. Сіздер ғасырымның алфамысы, билейтін келешектің хан төресі. Ассалаумағалейкум ағайындар, Құдайдан бір зат кіші мәртебесі. Әгигагым, әгигагым, ай. Өздеріңсің ағайын, иесі асқақтарының. Тілеулестерім бармысың, келтірген күйін бабымның. Көрмесем жиі сарғаям, жүзіңді жарқын бәріңнің. Қиқулап айқай салатын, аталарымды сағындым. Ақ жаулығымен көрікті, апаларымды сағындым. Толқындай болып шарқ ұрған, шапалағыңды сағындым. Таудан да биік қылатын, табалдырығыңа табындым. Түйғындай баптап жырды түлетейін, Алатауды сонарлатып бір өтейін. Кәрима асыл жеңгем аман білсін, кермінез көрігіңді жіретейін. Көңілімнің іздегені сен шығарсың, күн астын мекендеген күнекейін. Көзіңнің нұрын маған төгілдірші, шықтамған жапырақтай діретейін. Тақыр жерге аққайың көсіп шығат, тіліңнен тамып түссе сілекейін. Әгигагым, әгигагым, ай. Жеңешем адалдықты жар етеді, жүзіңіз жылылықты сән етеді. Келіншек деуге сізді қимай тұрмын, қыз қалпың бұл теңеудің дәнекері. Жас қыз деп те айтпай-ақ қояйыншы, айтыстан соң біреу ұрлап әкетеді. Бір өзіңді жіберген бұл айтысқа, мықты екен ағамыздың тәуекелі. Еркек біткен сұлу көрсе еш жоғалтып, Алтайдың аржағынан дәметеді. Кінәміз жоқ дәл осыған мына біздің атамыздан келе жатқан әдет еді. Әгигагым, әгигагым, ай. Ақындар тағы бас қосты, Алматыдай қаламда. Студенттердің қаласы енгендей жыр ғаламға. Сөз тізгіні кезекпен келіп жеттім мағанда. Теңіздей толқып тасыйық, бір сәлем беріп басыйып. Алматылық айтыстың көрермендері аман байсын. Түркістанның төрінен сыйынып сәлем беремін. Домалақ ана жерінен иіліп сәлем беремін.
Атыңын Алатауымның өрнектесін өлеңім, киелі Қаратауымның қабыл ал ыстық сәлемін. Әдебиеті қазақтың құрметтелер күн бүгін, ақындар алса аузына тойлап 70 жылдығын. Елдігін елдің танытар, руханият пен әдебиет жатқанда түріп түңілігін. Рухы биік ғажап күн, әдебиеті үшін қазақтың, ақындардан бұл тойға шашу болсын жыр бүгін. Мұхтар жігіт армысың, сыр елінің түлегі, текті елдің аман ба артыңда қалған жүрелі. Ақ күріштің атасы Ыбырайдың еледі, бас иген дүйім қазағым Қорқыт баба жереді. Тұяғысың асылдың бұл күнде биік беделі. Алынбайтын қамалдай болсаң да бала бекемсің, қас туған нартай бабаңдай сөзіңмен балдай шекерсің. Талабыңа қарасам таудай бала екенсің, басып қойған күріштен аумай қалған екенсің. Түртуге де обалау күріштің бұзып бір жағын, қай жағынан қасықты саларымды білмей тұрғаным. Қолдаушысы көп болса, жігіт десендей ер болады. Жүрекке жетсе сөздерің қолдайтын сені ел болады. Халық өзі қол соқса жүрекке қонған ем болады. Сұрап алған шапалақ жұдырықпен тең болады. Ақындар айтар сөзін нақты еткесін, жалындар басымыздан жалған айшақ кетпесін. Тағдырдың жазғанына қандай шара, өзінің бар амалын сәтті еткесін. Асқарып ерік ағам ұл өнердің, аспанында жасындай жарқ еткенсің. Соғыс жеңе алмаған әзімбегім, ерлігіңмен елесінде қап кеткенсің. Ей ажал, сонда да сен тоймадың ау, жүрекке ойып таңба сап кеткенсің. Осылардай орны бөлек оразды да орынсыз арамыздан угай аяп кеткенсің. Жаңбырдай жыр себелеп сіркірейін, көгіңде күнің болып күркірейін. Жеңеше жеңіл желпі әзіл айтсам, жиырылып қалмағын кірпідейін. Ағамыздың жоқ кезін пайдаланып, өзіңменен бірге ойнап бір күлейін. Мәуел ағаш секілді ғой бұл жеңешем, шырынынан дәм татып үлгірейін. Жемістері түссін менің аузыма, бір бұтағын ұстап алып сілкілейін. Әгигағым, әгигағым ай.
әзілді айта біліп өтімді қып, сазымды отырайын жетілдіріп, оралымның барында ойнап күлем, алмау үшін жастығымды өкіндіріп, жеңеше талай көлік ұтқан едің, жеңісті екі араға көпір қылып, бір көлікті айдайтын мына мені, ең болмаса алсайшы шофыр қылып. Ағамызды жұмысына апарып сап, өзіңмен қыдырайын сәтін біліп, әдейі тоғай жақта батып қалып, жүрейік ішін апыр топыр қылып, әгигадым, әгигадым. Тізгінді қолға алғанда сөйлер сөзге өткірсің. Ағам жоқ деп қасыңда, жақындау маған бет бұрсын. Бір қауым ел қараса, намысты қорғап кеп тұрсың. Қайын деп бір жия қойсам мен, әзіліңе тойсам мен. Күйеуім жоқ деп қасымды не бітірем деп тұрсың. Елінен келген жігітсің, көкеніп манап ағаның. Кешегі Тәушен апамның шәкірті мен де боламын. Тәушен манап айтысынан бар болса егер хабарың, ырым қып мұрнын сұраған, құрметтеп Тәушен манабын. Апам құсап сенің де бір амалыңды табамын. Манаттай мұрның жоқ екен, ырым қып неңді аламын. Қызылорданың қыраны, қуандық тегі мұхтарсың. Шиелінің ұланы, ұлылықты ұққансың. Жекпе-жекте сен кеше, қарлығашпен айтысып, мақтап ұтқансың. Халықтан жинап көп дауыс ринатпен де шыққансың. Әуезов Мұхтар ағаңның жатқан жерін білмей қап Қызылордаңа зытқансың. Басың әлі піспеген бойдақ деген жұрттансың. Есілдертің қыз келіншек, бұл сөзіңді құптарсың. Москваның төрінде жарамазан айтқан мұхтарсың. Айтыстан шығып атағың жеріңде жүрген түк қалсын. Әдебиеті қазақтың Абайдан бастау алады. Шәкәрім Мағжан Сәкендей Арайдан бастау алады. Ілияспенен Бейімбет ой қалдырған саналы. Абай жолында Мұхтардың еңбегі мәңгі бағалы. Мұқағали кешегі оқысаң өлеңдерінен жаулап алар сананы. Осындай жолдан басталған қазақ әдебиетінің бұзылмастай қамалы. Өз тойындай шаттансын, осы залда мақтансын отырғандардың жанары. Күннен күнге көбейсін оқырмандардың талабы.
Маған көрші жігітең қамдайтын айыз құмары, күшіне жеңген мінген жоқ қутыңдамай құрары. Теке байқұс бірдеңе бұзғысы келіп тұрады, тентек байқұс тен құсап сүзгісі келіп тұрады. Әзіліңді тыңдабай, Кәрима жеңге жылындың. Москваға сен де барғансың, аман жолменен қыдырдың. Манап тікінде емес деп, осы жерден бүліндің. Тамағыңнан иіс кетсең, жөнделер мүмкін мұрының. Дейді ғой ата бабалар, атадан қалған қылысты. Сермемей-ақ қояйын, жеңешеме қылышты. Не бітірем дейсің сен маған, шегін келіп еді ғой күрішті. Шегін келсе күрішті, бітіреміз бір істі, Аллай. Бәйгеге баптағасын күреңімді, жасыппай жыр айтайын жігеріңді. Айдай жүзің әппақ болып толықсыған, шуаққа толдырғандай түнегімді. Ойды ақыры мені ғашық қылып тындың, жеңеше өзің жаса біреміңді. Жүрек байғыз сүздеп соғып өліп талдау, тартып қойсан да жүгенімді. Ұят болды біреудің келіншегі, десем де қабыл алмай тілегімді. Барамалым таусылды ғой не істейменді, жұлып алып тастайын ба жүрегімді, ауа ей. Алматыда Мұхтардың дұрыс ау басқан қадамы, әр айтыста қарсылас кездесер жұппен адамы.